Олжас Сейітов. Бақыт жолы. Түпсанадағы даму және қауіпсіздік қызметтері. Егер біз өз ақыл-санамызды ірі корпорация ретінде қарастырған болсақ, компания ішіндегі әрбір функция жайлы әзірге ойламай, алдымен барлық қызметкерлердің күрделі жұмысы қалай ұйымдастырылғаны туралы түсінік алайық. Біз үшін корпоративтік ішкі қақтығыстардың мәнін анықтау маңыздырақ. Өйткені біз адамның неліктен кейде іштей өз-өзімен күресетінін түсінгіміз келеді. Егер сіз бұрын жалдамалы жұмыс істеген болсаңыз, не жеке бизнесіңіз болған болса, барлық жанжалдардың негізгі себебін байқаған боларсыз. Олар әдетте мүдделердің сәйкес келмеуінен пайда болады. Ал ең көп тараған келіспеушілік бухгалтерия мен сату бөлімі арасында жиі кездеседі. Немесе клиент менеджерлері мен заңгерлер арасында. Я болмаса, егер бұл банк болса, тәуекел менеджерлері мен несие менеджерлері арасында жанжал болып тұрады. Бұл шайқаста байқасаңыз, есепшілер, заңгерлер, тәуекел менеджерлері, әкімшілер және тағы да басқалары жиі әділетсіз жеңіп жатады. Неліктен бұлай болады? Сату бөлімі компания үшін, барлық қызметкерлер үшін игілікті қалап, көбірек сатқысы келеді емес пе? Онда неге бастық кейде сату менеджерлерінен гөрі бухгалтерді көбірек тыңдайды? Бұл қызметкерлер арасындағы негізгі келіспеушіліктер бір топтың алға дамуды, екіншісінің қауіпсіздікті ойлайтынында болып отыр. Ал бұл ішкі күресте әдетте қауіпсіздікті ойлайтын топ жеңеді. Мысалы, сіз ірі салиқалы компанияда даму жөніндегі директор ретінде жұмыс істейсіз. Бірақ егер кіруге рұқсат қағазыңызды ұмытып кетсеңіз, қауіпсіздік қызметіндегі сынақ мерзімін өтушінің өзі сізді ғимаратқа кіргізбейді. Сіз бұл компанияда осы сынақ мерзімін өтушіге қарағанда маңыздырақ адам болып көрінетін сияқтысыз. Бірақ дәл осы кезде сіздің оған емес, оның сізге билігі көбірек болып тұр. Қалайша? Тағы бір мысалды алайық. Сіз клиенттермен жұмыс жасау менеджері ретінде бірнеше миллионға келісім шартқа отырғыңыз келді делік. Бірақ құжат грамматикалық қатеге не кеңсеге жеткізілетін 10 литр ауыз судың құнын өтеу деген сияқты маңызды емес пункттің жазылу жолына мін таққан қырсық заңгер қолында ұзақ уақыт тұрып қалады. Осы әрекеті үшін оны неге жұмыстан шығармайды? Неге ол осыншалықты билікке ие? Оның үстіне бастықтың компаниясының игілігін ойласаңыз да, неге ол сізден көрі сол заңгерді жиі тыңдайды? Сіз компанияның ілгері дамуын қалайсыз, бірақ бастығыңызбен бірге әлгі заңгер компанияны алға дамытқысы келмейтіндей көрінеді. Сонда мұнда проблема неде? Сіз нақты клиенттерді, нақты дамуды, нақты ақшаны көріп тұрсыз. Бірақ неге сізді адамдардан оқшауланған, бизнес туралы хабары жоқ және компанияда болып жатқан нәрселердің мәнін түсінбейтін бір қырсық қызметкер басқаруда? Мен бұл мысалдарды түпсана механизмі қалай жұмыс істейтіні туралы ойлануыңыз үшін келтіріп отырмын. Түпсанамыздағы барлық ақаулар компанияда болып жатқан ақауларға айны қатесіз ұқсайтынына сенімді болыңыз. Енді мұны нақты мысалдармен көрсетейін. Бірде сіз қала орталығында өте әдемі үйлену тойын көріп, бір күні сізде де осындай той болады деп өзіңізге уәде бердіңіз. Кейінірек сіз алғашында күйеуіне риза болған, бірақ үйлену тойынан кейін әпкеңіздің үйдегі толасы зорлық-зомбылықтың салдарынан кенет бақытсыз болып кететінін көрдіңіз. Осыдан кейін сіз ер адамдарға сенбеу туралы шешім қабылдадыңыз. Енді сізде екі қарама-қарсы пікір бар.
Бірі үйлену тойы деген жақсы, екіншісі үйлену тойы жаман. Ал егер болашақта сіз армандаған жігітті кездестіріп, ол сізге тұрмысқа шығуға ұсыныс айтса, ұсынысты қабылдауға толық ынтаңыз болмайды. Осы кезде сізде ішкі қайшылықтар басталады. Қызметкерлеріңіздің бірі үйленбе, ол кейін жауыз болады дейді. Ал тағы бір қызметкер сізге мен осыдан 2 жыл бұрын қала орталығында көрген керемет үйлену тойын қалаймын дейді. Егер өз ойларыңызды сұрыптауды әдетке айналдырмаған болсаңыз, онда сіз таңдаған жігіттің кейін жауызға айналатынына сендіріп тұратын жаман қызметкердің шешімін таңдайсыз. Бастықтың қабілетті сатушыдан гөрі қырсық заңгерді қолдағаны туралы жоғарыда келтірілген мысалдағыдай, сіз де жарқын ойды елемей, өзіңіз аңдамай, жағымсыз ойды қолдайсыз. Ендеше, осы зиянды және жарқын ойлардың табиғатын жақсырақ түсінейік. Пайда болу себебін қарастырсақ, біріншісі соншалықты зиян емес екенін түсінеміз. Олар қауіпсіздікті шынымен қалаған кезде пайда болады. Мысалдағы үйленбе, әйтпесе күйеуін ұрып соғады деген ой, яғни команда бізді болуы мүмкін қауіптен сақтайды. Бұл ой сіздің қызметкеріңіз тірі микроорганизм. Ол сіздің кейінірек тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырап, қиналғаныңызды қаламайды. Демек, сіздің түп санаңыз сізді құрту мақсатын көздемейді. Бұл ой жай ғана өз функциясын жанкүйер сияқты асыра орындайды, және сізді болуы мүмкін қауіпке сендіре отырып, жағдайды айтарлықтай драмаға айналдырады. Ал жарқын ойлар керісінше, дамуға, ләззат алуға, бақытқа және жағымды сезімдерге қол жеткізуге бағытталған. Яғни, олардың да еш зияны жоқ. Жарқын ойларда қауіп немесе қауіпсіздік ұғымы ғана жоқ. Тек жеңілдікті, еркіндікті және позитивті бейнелерді қамтиды. Пен Хантингте бұл жарқын ойлар тобын дамыту қызметі, ал зиянды ойлар тобын қауіпсіздік қызметі деп атаймыз. Қауіпсіздік қызметі даму қызметінен айтарлықтай ерекшеленеді. Оған тән ерекшеліктерді қарастырайық. Алдымен тағы да абстракцияланайық. Компанияда есепшілер, заңгерлер мен күзетшілердің принципті өте қатты ұстанатындарын байқағансыз ба? Оларға әдетте икемділік жетіспейді және өте қыңыр болуы мүмкін. Солай ғой? Керісінше, сату бөліміндегі жақсы менеджерлер жеңіл, икемді және тапқыр болады. Міне, тура осындай қасиеттерге қауіпсіздік қызметі мен даму қызметі де ие. Егер компанияның қауіпсіздік қызметінде дамыту қызметіне қарағанда көбірек қызметкерлер болса, онда компания әдетте дамуын тоқтатады және жұмысы тым баяу жүреді. Мысалы, ірі банктер мен мемлекеттік органдар кейде қарапайым мәселені шеше алмай жатады. Өйткені оларда қауіпсіздік ережелері аса көп және көп қызметкерлер дамуды емес, ең алдымен қауіпсіздік туралы ойлайды. Енді түп санаға қайта оралайық. Егер сіз бір өте сақ адамды кезіктірсеңіз, оның кейде бәріне байыппен қарайтыны соншалық, ол тіпті ақымақ істер жасай бастайтынын байқайсыз. Мысалы, егер ер адамның әйелдерден жиі көңілі қалса, оның қауіпсіздік қызметі әрбір әйелді жаман адам ретінде көреді. Егер бір жас қыздың бала кезінде көңілін қалдырған әпкелері болған болса, оның ішкі қауіпсіздік қызметі айналасында сатқындар мен сенімсіз достарды көреді. Яғни, қауіпсіздік қызметінің маңызды қасиеттерінің бірі қыңырлық пен принципке беріктігі. Саясаткерлердің бәрі ұры, немесе байлардың бәрі саран деп отырған көлік жүргізушісін кезіктірсеңіз, бұл сөздерді оның өзі емес, қауіпсіздік қызметі айтып отыр. Сондықтан оған ренжімеңіз.
Қауіпсіздік қызметі билікті өз қолына алғанда, өз компаниясының басқарма төрағасын кеңсеге кіргізбейтін қыңыр күзетшіге айналады. Сізді сырттан келген зұлым адамдардан қорғау үшін өзіңіз жалдаған күзетші, жалақыны оған беріп отырған сіз болсаңыз да, бір күні өзіңізге қарсы шығып қиындық туғызады. Сіздің қауіпсіздік қызметіңіз жағдайды қандай абсурдқа әкеліп соқтыратынын түсіндіңіз бе? Дәл осындай ақаулық, адекватты әйел өз баласынан қылмыскерді немесе қас жауды көре бастағанда пайда болады. Бұрын осы әйелдің өмірінде бір жағымсыз оқиға болған делік. Мұғалімдер оған пәнді жақсы білмейтінін айтып, ол емтиханнан өте алмай қалады. Сондықтан кейін оқу орнына да түсе алмайды. Бір күні оның баласы: «Анашым, сіз смартфонды қалай пайдалану керектігін білмейсіз бе?» деп сұрайды. Осы сәтте анасының түпсанасында қауіпсіздік қызметінің қаруланған мамандары тез қорғанысқа шығады. Яғни ол баласын ұрып жіберуі мүмкін. Немесе ұрысып, баласы бұған қатысты ештеңе демесе де, өзінен өзі топас емес екенін дәлелдеуге тырысуы мүмкін. Осылай қауіпсіздік қызметі жағдайды ушықтырады. Жалпылау, баламалап ұқсату да қауіпсіздік қызметінің қасиеттері болып табылады. Белгілі бір адамның кесірінен зардап шеккен қауіпсіздік қызметі енді әрбір адамда қауіпті көре бастайды. Мысалы, егер бір жас қызды 30 жасар интеллигентті, ұзын бойлы, сымбатты жігіт тастап кетсе, қауіпсіздік қызметі: интеллигенттінің бәрі оңбаған, бойшандардың бәрі сенімсіз, сымбатты жігіттердің бәрі қатыгез және 30 жастағы ер адамдардың бәрі қауіпті деген тұжырымдарды жазып алады. Осыдан көрінетіндей, қауіпсіздік қызметі туралықтан алыс. Ол тек жалпылауды және ұқсатуды біледі. Тіпті егер бір күні қыздың 30 жастағы жігіті пайда болып, ол аласа бойлы және сымбатты болмаса да, қауіпсіздік қызметі оның бойында да қауіпті көреді. Өйткені жігіт 30 жаста. Алдаму қызметінің қауіпсіздік қызметінен айырмашылығы біліне бермес айырмашылықтарды, ұсақ-түйек бөлшектерді анық көреді және жалпылауды ұнатпайды. Егер сіз өте бақытты адамдарды кезіктірген болсаңыз, олар «бәрі солай дейді», «барлық еркектер оңбаған» немесе «барлық әйелдер қаншық» деген сөздерді өте сирек қолданатынын байқаған боларсыз. Олар осылай айтқан күнде де мүмкіндігінше нақтылап, шектен шығудан аулақ болуға тырысады. Мысалы, олар «кейбір әйелдер онша мейірімді емес», немесе «әке тәрбиесін көрмей өскен ер адамдар көбіне сенімсіз болады» дейді. Олар ешқашан бұлай істеме, сен өмірі кешігіп келесің, сенің ақымақ екеніңді бүкіл әлем біледі, немесе сен өмірі сәтсіздікке ұшырайсың деген тіркестерді сирек қолданады. Ал бұл тіркестердің барлығында да баламалап ұқсату бар екені анық. Адам бір рет қателесті, ал оның байғұс досы енді оған өмірі қателесіп жүретінін айтады. Бақытсыз адам біреуден досы туралы жағымсыз сөз естіп, оған «сені бүкіл әлем жамандап жүр» дейді. Бақытты адам мұндай жағдайларда мәліметті асыра сілтемей, өте тура жеткізеді, немесе бұл туралы мүлдем айтпайды да. Кейбір адамдар теңестіру, сәйкестендіру дегенді дұрыс түсінбейді. Сондықтан мен бұл ұғымды аздап түсіндіргім келеді. Теңестіру не сәйкестендіру деген белгілерді есепке алу, мәнін анықтау, немесе бір фактілер тобын басқалармен салыстыру арқылы сәйкестікті орнату. Мысал келтірейін. Бір әйел Африкада болғанда безгекпен ауырып қалады. Осы кезде түпсана мынадай теңестіруді жазып алды: Африка тен безгек. Немесе Африкаға барлық сапарлар безгекпен аяқталады. Яғни бір ғана жағдай әсіреленіп,
жалпыланып, осыдан қате теңестіру пайда болады. Безгек мың белгілердің бірі ғана, бірақ енді түп сана Африканы тек безгекпен ғана сәйкестендіріп тұр, немесе безгекті тек Африкамен теңейді. Мысалы, ата-анаңыз сіз ән айтып би билегенде сізге ұрсатын болған болса, сіздің санаңызда қуаныш тен азап шегу, немесе қуаныш тен жаза деген ақымақ теңдік жазылады. Міне, қате теңеу деген осы. Ал болашақта достарыңыз сізді дискотекаға шақырғанда, би кезінде немесе оның алдында қауіпсіздік қызметі қате теңестіргендіктен бір түсініксіз қорқыныш пен ауырсынуды сезінесіз. Немесе, егер бала туылған күні жақын адамынан айырылған болса, түп сана туған күн тен жақын адамынан айырылу теңдігін жазады. Сондықтан ол туған күнін жек көреді. Сол күнді тойламай, ешкіммен араласпай оқшауланады. Туған күнінде ол жан дүниесінде түсініксіз азапты бастан кешіреді. Ал Пейн Хантингтың көмегімен біз осы қате теңеулерді іздеп тауып, оларды жоямыз. Ең бастысы, теңестіру, дамыту қызметінің емес, қауіпсіздік қызметінің жұмысы екенін түсінуіңіз керек. Басқаша айтқанда, егер адам мұндай теңестіруге жүгінсе, оның қандай да бір жанға батқан ауруы бар екені сөзсіз. Өйткені қауіпсіздік қызметі тек қауіп пен ауырсынудың иісін сезгенде ғана қосылады. Ұрып соққаны жақсы көргені деген пікірдің кең таралуының басты себебі де осында. Мұндай адамда бір кездері бұрыс теңеу болған. Бала кезінде әкесі оны не елемеген, не ұрып соққан. Үшіншісі болмаған. Яғни әкесі оған ешқашан жылулық танытып көңіл бөлмеген. Сондықтан да әкесі оны ұрғанда, бала бұны сүйіспеншіліктің көрінісі деп ойлаған. Енді балаға әкесінің оны елемегенінен гөрі ұрғаны ұнайтындықтан, ол ұру тен сүйіспеншілік, немесе зорлық тен махаббат деген ақымақ тұжырымды жазып алады. Ол ұрыс керіс пен зорлық зомбылық сүйіспеншіліктің белгісі деген пікірмен өмір сүретін болады. Ал енді эмоциялар әлемін еске түсірейік. Алдыңғы тарауларда біз бейтараптық деген деңгейі бар эмоциялар шкаласын қарастырдық. Енді сіз бұл бейтараптықтан жоғары, негізінен даму қызметі жұмыс істейтінін есте сақтауыңыз керек. Егер адамның эмоциясы осы деңгейден төмен болса, онда оның қауіпсіздік қызметі белсенді жұмыс істейді. Басқаша айтқанда, барлық жағымсыз эмоциялар қауіпсіздік қызметіне тән. Позитивті және бейтарап эмоциялар дамыту қызметіне ғана тән. Енді қауіпсіздік пен дамыту қызметтері туралы осы теорияны оқығаннан кейін, кейбіреулеріңіз қауіпсіздік қызметі пайдалы ғой, ол бізді қауіп-қатерден қорғайтын болса, оған неге тиісу керек деп ойлаған боларсыздар. Сондықтан, бұл жерде тағы да нақтылап айтуым керек жайт, қауіпсіздік қызметінің проблемасы оның барлық командаларды асырып, тым турашылдықпен орындауында, және кейде жақсы мен жаманды шатастыратындығында болып тұр. Қауіпсіздік қызметі тек ақ пен қараны көреді, басқа көптеген түстер мен реңктерді ажыратпайды. Егер адамды оның қауіпсіздік қызметі тым көп басқаратын болса, ол не қылмыскерге, не суицид жасаушыға, не психикалық науқасқа айналады. Қауіпсіздік қызметінің ықпалы аз болса, адам өнерлі, көңілді де жайдарлы, бақытты, табанды да жауапты болады. Сонымен қатар, ол сақ әрі қырағы болады. Бірақ бұл сақтықты ақымақ қауіпсіздік қызметі емес, ақылдырақ дамыту қызметі басқарады. Сондықтан ол, егер болашақта сұр қасқырдан қорқатын болса, ол сұр пальто, сұр ит пен сұр көліктен емес, сұр қасқырдың өзінен қорқатын болады. Түсінесіз бе?
Бақытқа қол жеткізгіңіз келсе, мұрныңыздың дәл алдында тұрған осы бақытты көрсеңіз болғаны. Егер сіз оны көрмесеңіз, оның жалғыз себебі сіздің қауіпсіздік қызмет тобыңыз. Дәл осы топ сізді бақытсыз, ақымақ және соқыр етеді. Сізге қауіп төніп тұрғанын сыбырлап, бақытты болуыңызға жол бермейтін де сол. Бақыт Тибетте емес. Бақыт басқа елде емес. Бақыт басқа адамда да емес. Бақыт басқа әрекеттерде емес. Өз пәтеріңізде тұрып, дәретхана тазалап жүрсеңіз де шынайы бақытты бола аласыз. Тек ол үшін түп санаңызда қауіпсіздік қызметін тоқтату керек. Егер қауіпсіздік қызметі бар қуатымен жұмыс істеп тұрса, сіз ең керемет адаммен бірге болсаңыз да, әлемдегі ең жақсы қонақ үйде тұрып, ең жақсы мейрамханада тамақтансаңыз да, бақытсыз боласыз. Сонда осы зиянды қауіпсіздік қызметімен не істеу керек? Оның зиянды әсерін қалай жоюға болады? Жауабы қарапайым. Онымен жұмыс жасай білу керек. Келіссөздер жүргізіп, қарым-қатынас жасай отыра, оны ақылдырақ етіп, осылайша бірте-бірте одан билікті алып, оны дамыту қызметіне тапсыру керек. Біз дәл осы істермен айналысатын боламыз. Осы әдісті қолдана отырып, біз сізді бақыттырақ, күштірек және дана етеміз. Енді үшінші векторға көшейік. Бұл біздің есте қалған бейнелеріміз.